1910 жылдың басында әкем Семейден Абай атаның бірінші өлеңдер жинағын әкеліп берді. Осы сәттен бастап анау оққан қыссалар өз алдына, ол бөлек, оққан кітаптарым өз алдына, ол бөлек, ол алған білім ол бөлек, мені жаңа дүнияға, жаңалыққа, білімге, өнерге, тағылымға Абай шығармалары тура жол ашқандай болды. Менің жастарға айтайын деген ойым, алдыменен өзіңнің халқыңды сүй. Туған жерің, өскен орның, сонау арғыдан келе жатқан ата бабаңның мекен қылған, бүгін асты қазына, беті балқыған дария болып отырған өлкеңде туып өстің, жеріңді сүй, халқыңды сүй. Халқыңның өткендегі таза, адал, адамгершілік ұлы қасиетін сүй. Осыны бойыңа мұра ет, осыны ойыңа асыл қазына ет деген тілек айтқым келеді. Алдыменен тек қана қазақтың өзінің ғана білгенін ғана емес, дүние жүзінің қазіргі болып жатқан білімінен құралақан қалмай, соның бәріне жетіле, соның бәрінен үйрене отырып, соның ішінде халқыңның асыл қазынасы болған дүниеліктен ажырап қор жүзе. Ең үлкен қасиет сонда, халқыңның шалқыған мынау кең даласы, аспан әлемін меңдеп тұрған асқар шыңдары, толқыған, шалқып жатқан теңізі, сарқырап ағып жатқан өзені, осылар ойдың өрісі, адамның көңілінің ең барып тұрған арман қыларлық, ең барып тұрған шыған көріністегі тамаша мақсаты. Осыларды сүйсіне біл, айта біл, жеткізе біл, осыдан тәрбие ала біл деген ой айтқым келеді жастарға. Халқыңның әсіресе өткендегі асыл мұралары бар, асыл сөзі бар, халықтық қазынасы бар. Осыларды жинай жүр, сақтай жүр, бойыңа жина, адамшылық қасиетті жоғарыста деп айтқым келеді. Тәрбие деген жеткілікті. Коммунист партиясының тәрбиесі, советтік тәрбие, халықтық тәрбие деген жетіп жатыр. Бірақ соны ұқыптап ойға жинап сақтай білу керек, үйрене білу керек, соған бағыну керек.